Армысыз құрметті көрермен, тоғызқұмалақ зияткерлік ойын туралы бағдарламалар циклінің кезекті сабағын бастаймыз. Сіздермен бірге жүргізуші Айдос Сейтжан. Өткен сабағымызда тоғызқұмалақ ойындағы тұздықтың атқаратын қызметіне және жүріс санының есептеудің кейбір жолдарына тоқталдық. Бүгінгі сабағымызда тоғызқұмалақ ойындағы 7 құмалақтан 3 құмалақ ұту әдісіне, яғни тұздықты ерікті түрде берудің ерекшеліктеріне тоқталамыз. Ойын барысында тұздық берудің немесе құрбандыққа шалудың өзіндік ерекшеліктері бар. Егер ойын барысында тұздық беру үлкен жоспардың бір бөлшегі ретінде материалдық немесе позициялық белсенділікке ие болу үшін жасалса, ойын соңында мәжбүрліктен туындайды. Қандай жағдайларда тұздықты ерікті түрде беруге болады? Төмендегі диаграммаға назар аударсақ. Бастаушының 78 құмалағы бар. Ол 7 құмалақтан комбинация жасап, 30-қа ойнауға әрекет жасайды. Осы жағдайда қостаушы қалай ойнау керек? Бірінші 7-8, 7-8, екінші 9-2, 2-3, үшінші 8-2, 1-2, төртінші жүріс 8-9. Бастаушы тұздық алу қауіп төндірді. Қостаушы 1-2 жүрісін жасауға болмайды, себебі 4 құмалақ ұтылады. Сондықтан 4-ші сол үшін 8-9 жүрісін жасап, тұздық беруі тиімді. 5-ші 9-2 тұздық, осы жағдайда бастаушы тұздық алып, тең ойынға қол жеткізеді. Егер қарсылас ойыншы тұздық алу қауіпін төндіргенде, құмалақты көп ұтылатын жағдай болса, онда тұздық берген тиімді. Тоғызқұмалақ ойынында 7 құмалақтан 3 құмалақ ұту әдісін тұздықты ерікті түрде беру деп аталады. Тақтаға назар аударсақ, бастаушының отауында 78 құмалағы бар. Тең ойынға жету үшін не істеу керек? Бірінші жүріс 5-6, 7-8, 6-3, 2-3, 8-9, 1-2, 9-3 тұздық, 1-2. Тең ойын. Тоғызқұмалақ ойынында жүрістің санын есептей білудің математикалық жолдары бар. Тоғызқұмалақ әліппесі кітабында Серікбай Тілеубаев оның негіздерін қалыптастырған. Сонымен бүгінгі сабағымызда тоғызқұмалақ ойынындағы тұздықты ерікті түрде берудің ерекшеліктеріне тоқталдық. Негізгі ақпараттарды бір қайталап еске түсіріп алсақ. Ойын барысында тұздық берудің немесе құрбандыққа шалудың өзіндік ерекшеліктері бар. Егер ойын барысында тұздық беру үлкен жоспардың бір бөлшегі ретінде материалдық немесе позициялық белсенділікке ие болу үшін жасалса, ойын соңында мәжбүрліктен туындайды. Егер қарсылас ойыншы тұздық алу қаупін төндіргенде құмалақты көп ұтылатын жағдай болса, онда тұздық берген тиімді. Тоғызқұмалақ ойынында 7 құмалақтан 3 құмалақ ұту әдісін тұздықты ерікті түрде беру деп атайды. Тақтаға назар аударсақ, бастаушының отауында 78 құмалағы бар. Тең ойынға жету үшін не істеу керек? Бірінші жүріс 5-6, 7-8, 6-3, 2-3, 8-9, 1-2, 9-3 тұздық, 1-2. Тең ойын. Тоғызқұмалақ ойынында 7 құмалақтан 3 құмалақ ұту әдісін тұздықты ерікті түрде беру деп аталады. Бірінші 7-8, 7-8, екінші 9-2, 2-3, үшінші 8-2, 1-2, төртінші жүріс 8-9. Бастаушы тұздық алу қауіп төндірді. Қостаушы 1-2 жүрісін жасап болмайды, себебі 4 құмалақ ұтылады. Сондықтан 4-ші сол үшін 8-9 жүрісін жасап, тұздық беруі тиімді. 5-ші 9-2 тұздық, осы жағдайда бастаушы тұздық алып, тең ойынға қол жеткізеді. Тоғызқұмалақ ойынында жүрістің санын есептей білудің математикалық жолдарын Серікбай Тілеубаев қалыптастырған. Осымен біздің бүгінгі шығарылымыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламамызда тұздықтың күштеріне, оларды бағалау көрсеткіштеріне және тоғызқұмалақтың қолданыстағы ережелерін қалыптасқан кезеңіне тоқталамыз. Келесі көріскенше аман, сау болыңыздар.